Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қайталау. Бүгінгі сабақта балалар табиғат құбылыстары туралы бөлімі бойынша өткен тақырыптарды қайталаймыз. Ребята, мы с вами закончили раздел «Природные явления». Сегодня проверим свои знания. Балалар, біз сіздермен халықтық болжамдар туралы өттік, оқыдық, білдік. Енді сол алған білімдерімізді тексеріп көрейік. Бірінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтырып оқы. Ребята, мы с вами проходили тему «Народные приметы о погоде». Вам нужно выполнить первое задание. Вместо пропущенных слов вам нужно подставить нужное слово и прочитать предложение. Это задание устно. Ал енді келесі тапсырма. Табиғат құбылыстарының атауын білемін. Балалар, біз сіздермен табиғат құбылыстарының атауымен таныстық. Сондықтан үшінші тапсырманы орындаймыз. Мына суретте берілген табиғат құбылыстарының атауын дәптерлеріңізге жазасыздар. Ребята, мы с вами проходили название природных явлений, поэтому вы должны выполнить третье задание. Напишите в тетради название природных явлений, которые указаны на картинках. Это задание письменное. Выполняйте в тетради. Ал енді келесі тапсырма. Заттарды санауды және жазуды білемін. Балалар, біз сіздермен сан есімдерді өттік. Енді сіздер заттарды санай аласыздар, сан есімдерді жаза аласыздар. Сондықтан төртінші тапсырма. Есепте жалпы санын айт. Балалар, мына жерде сіздерге сөздік есеп берілген. Сол сөздік есепті шығарып, жалпы санын кәне айтасыңдар. Тек қана жауаптарын айтасыздар. Ребята, мы с вами научились правильно читать и писать числительные, поэтому вам нужно выполнить четвертое тапсырма. Здесь вам даны две задачи. Вам нужно внимательно их прочитать, решить эти две задачи, устно проговорить только ответы этих задач. Это задание устное. Ответ отправляйте голосовым сообщением учителю. Бесінші тапсырма. Балалар, берілген сөздерге, сын есімдерге антонимдер тауып айтыңыздар. Ребята, вам нужно подобрать данным прилагательным противоположные слова, антонимы. Бұл тапсырма ауызша. Это задание устно. Ал енді келесі тапсырма. Табиғат құбылыстары туралы тыңдаған мәтінді түсінемін. Я понимаю содержание прослушанного или прочитанного текста. Жетінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Ребята, внимательно слушаем и читаем текст. И сами пробуем переводить. Сулы орманды аймақтарда топырақ құнарлы болады. Ол жерге жаңбыр жиі жауады. Теңіз немесе көлдің суы бу болып көтеріледі. Бұдан бұлт түзеледі. Келесі. Теңіздің бетінде су жылы болады. Теңіздің ортасында су салқындай бастайды. Ол жерге күннің шуағы, сәулесі түспейді. Теңіздің түбі мүлде қараңғы болады. Ребята, внимательно прочитайте текст и попробуйте сами перевести. Ал енді балалар, келесі тапсырма. Сіз қосымшаларының мағынасын түсінемін. Я понимаю значение суффиксов сіз. Балалар, біз өткен сабақта сіз жұрнақтары арқылы жасалған сын есімдермен таныстық. Сондықтан алтыншы тапсырманы орындаймыз. Берілген сөздерге сіз немесе сіз жұрнақтарын қосып, жалғап, сөйлем құрап жазамыз. Мына үлгі бойынша. Мысалы, қолай сіз, бүгін ауа райы қолайсыз. Ребята, мы с вами на прошлом уроке прошли прилагательные, которые образуются с помощью суффиксов «с», «сес».
Это отрицательное прилагательное. Сейчас вам нужно выполнить шестое тапсырма. Вам даны слова. Вам нужно присоединить суффикс «сыз» или «сіз». Потом составить с этим словом предложение. Например, қолайсыз, неблагоприятное. Бүгін ауа райы қолайсыз. Сегодня погода неблагоприятная. Это задание письменно выполняете в тетради. Ал енді балалар, келесі тапсырма. Табиғат құбылыстарын сипаттап және салыстырып айта аламын. Я могу описать и сравнить природные явления. 8-ші тапсырма. Соңғы 3 күннің күн райын салыстырып айт. Ребята, вам нужно сравнить погоду за последние 3 дня. Үлгі. Алдыңғы күні бұршақ жауды. Позавчера был град. Кешеге қарағанда ұзақ жаумады, но по сравнению со вчерашним днем град был недолго. Кеше жаңбыр ұзақ жауды. Вчера дождь был долго. Бүгін күн кешеге қарағанда ашық. Сегодня погода по сравнению со вчерашним ясная. Это задание устное. Отправляйте голосовым сообщением учителю. Балалар, сіздер барлық тапсырмаларды орындадыңыздар деп ойлаймын. Ребята, я думаю, что вы справились со всеми заданиями. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.